Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 77 сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар бізде тақырып. Бірінші тапсырмада суреттерге ара сұрақтарға жауап береді. А нұсқасында әр қатарда 4 шаршыдан болса, онда 3 қатарда неше шаршы бар дейді. 4 шаршыдан болып тұр, бізде 3 қатарымызда демек 4-мізді 3-ке көбейтеміз, бізде 12-ге дейін. Енді әр бағанда шында 3 қатарда 12 шаршыдан бар. Енді әр бағанда 3 шаршыдан болса, 4 бағанда неше шаршы бар дейді. Демек бізде 3-мізді 4 көбейтеміз 4-ке 12. 4 бағанда да 12 шаршымыз бар екен. Осы суреттер бойынша екі көбейтінді жаз және олардың мәнін тап, теңдіктерді оқы дейді. Көбейткіштері және көбейтінің мәнін салыстыр, не байқатын қорытынды жасады дейді. Ә нұсқасына қарайық. 12 санында 4-4-тен неше рет бар дейді. 12 санында бізде мына жерде 4 қатардан 12 шаршымыз бар екен. Енді 12-мізді біз 4 қатарға бөлсек, сонда 3. Енді бізде 12-мізді аламыз 4-ті, 3 рет аламыз, сонда 0 мәніне тең. Енді бөлінділерді жаз және мәндерін тап, теңдіктерді оқы, бөлінгішті, бөлгішті, бөлінін мәнін ата дейді. Енді біз 12 санның 3-те неше рет бар екен айтады. 12-мізді бірінші 3-ке бөлеміз 4. Демек 12 санымыздан 1, 2, 3, 4 рет аламыз, 3-ті. Сонда 0 мәніне тең болып тұр екен. Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар дейді. Екінші тапсырманың А нұсқасына қарайық. Теңдіктері зертте дейді, қорытынды жаса дейді. Бірінші бізде 4 көбейтілген 3, 12 және 3 көбейтілген 4 тең 12 дейді. Және 12 бөлінген 3 тең 4-ке және 12 бөлінген 4 тең 3-ке дейді. Көбейту мен және бөлуге берілген теңдіктерді өзара байланысын түсіндір дейді. Екінші Ә нұсқасында әр теңдікпен өзара байланысты теңдіктер жаз дейді. Бізде 8 көбейтілген 2, 16-ға тең деп тұр. 2-мізді көбейтеміз 8-ге, 16-ға деп жазамыз. 16-мізді бөлеміз 8-ге, 2-ге, 16-мізді бөлеміз 2-ге, ол бізде 8-ге тең деп тұр. 2-мізді көбейтеміз 5-ге, 10-ға, 5-ті көбейтеміз 2-ге, 10-ға. Бұл жерде қандай ережелер көріп тұрмыз балалар? Көбейткіштердің орындары ауысқанмен көбейтінің мәні орны ауысып тұрған жоқ. 10 мен 2-мізді бөлеміз 5-ге, 10 мен 5-ті бөлеміз 2-ге, 18 мен 3-мізді бөлеміз 6-ға, 18 мен 6-мізді бөлеміз 3-ге, 18 6-мізді бөлеміз, ол бізде 3-ке тең, 3-ті 6-ға көбейтсек, 18-ге тең, 6-мізді 3-ке көбейтсек, 18 мәніне тең, 28-мізді бөлеміз 4-ке, ол бізде 7 мәніне тең, 28-ді бөлеміз 7-ге, ол бізде 4-ке тең, 4-мізді көбейтеміз 7-ге, ол бізде 28-ге тең, 7-мізбен 4-ті көбейтеміз 28-ге. Яғни, бұл жерде бізде көбейткіштер мен бөлінгіштердің мәндері орындары ауысқанмен, көбейтіндер мен бөлінгіштердің мәнінің орны ауысып тұрған жоқ. Енді келесі 8-ді 4-ке көбейтсек 32, 4-мізді 8-ді көбейтсек 32 мәні шығады, 32-мізді 4-ке бөлсек ол 8 мәні шығып тұр, 32-мізбен 8-мізді бөлсек 4 мәні шығып тұр. 4 мен 5-мізді көбейтсек 20, 5 мен 4-ті көбейтсек 20 мәні шығып тұр. 20 мен 4-ті бөлсек 5 мәні, 20 мен 5-ті бөлсек ол 4 мәні шығып тұр. 15 пен 3-ті бөлсек 5, 15 пен 5-ті бөлсек 3 мәні, 3 пен 5-ті көбейтсек 15, 5 пен 3-мізді көбейтсек 15 мәніміз шығып тұр. Келесі 16 мен 2-ні бөлсек 8, 16 мен 8-ді бөлсек 2-ге, 2 мен 8-ді көбейтсек 16 мәніміз шығып тұр, 8 мен 2-ні көбейтсек 16 мәніміз, сол мәніміз шығып тұр екен. Келесі 3-ші тапсырма, әр қайсысы 3-ке тең 4 қосылғыш қосындысын жаз, қосуды көбейтумен алмастыр, өрнектің мәнін тап. Әр қайсысы 3-ке тең 4 рет қосылғыш дейді. Яғни 3-мізді 4 рет қоссақ, ол бізде 12 мәніміз шығып тұр екен. Енді оны көбейтумен амалымен алмастырып жазайық. Сонда 3-мізді 4-ке көбейтсек 12 саны шығады екен балалар. 4-ші тапсырма, дөңгелектерді пайдаланып бөлуді орында дейді. Бірінші бізде 9 бөлінген 3 дейді. Сурет бойынша берейік. Сонда бізде 9 жаңағы дөңгелегімізді 3 бөліктен бөлдік. Яғни 9-мізді 3-ке бөлсек 3-міз шығып тұр. Екінші суретке қарайық. 16 бөлінген 4 дейді. Ол бізде, яғни 4 бөлікке бөлдік. 1, 2, 3, 4 дөңгелектен. Демек 16-мыз 4-ке бөлсек, бізде 4 санымыз шығып тұр екен. Келесі 18 бөлінген 6 дейді.
Демек біз 18 дөңгелегімізді 6 бөлікке бөлдік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке. Сонда 18-імізді 6-ға бөлсек, 3 санымыз шығады екен балалар. 5-ші тапсырма. 7 қосылған 7 қосылған 7 қосылған 7 қосындысының мәнін тап. Осы өрнекті көбейтінді түрінде жаз және оның мәнін тап. Қандай теңдік шықты? Осы теңдіктің өзара байланысы 2 теңдік жаз дейді. Бірінші бізде 7-ні 4 рет қоссақ 28 санымыз шығып тұр. Енді көбейту амалымен жазамыз. Яғни 7-мізді 4-ке көбейтсек, ол бізде 28. Енді қандай теңдік шыққанын айтып сұрап тұр. 28-мізден 4-ті бөлейік, 7 мәніміз шығып тұр. 28-мізден 7-мізді бөлсек те, сол 4 мәніміз шығып тұр екен балалар. 6-шы тапсырма, кел ойнайық дейді. Суретке қара, сағат тілінің бағытымен бір санынан бастап 2-2-ден қоса отырып дөңгелек бойымен 2 айналым жаса. Мысалы, 1 қосылған 2 тең 3 дейді. 3 қосылған 2 тең 5. Осы нысандарға сәйкес әріптердің балалар ойынын атауын құрастырып көр дейді. Бұл жерде бізде көбейту және бөлу таңбалам немесе математика Готфрид Вильгельм Лейбниц енгізген екен. Бұл заңдылықта. Бірінші біз бір саннан бастайық. Бір саны бізді А әрпінен деп табайық. А әрпінен. Енді 3 қосылған 2, 5. Яғни бұл бізде С әрпімен. С әрпімен. 1 қосылған 2 тең 3, бірінші Қ әрпін жазып алайық. Сосын бар 5 қосылған 2, 7, яғни 7 бізде Е әрпімен екен. Одан кейін 7 қосылған 2, ол бізде 9 әрпімен. Ол деген Р әрпімен. Келесі 9 қосылған 2, тең бізде 11. Яғни 11-міз Е әрпімен екен. Келесі 11 қосылған 2, 13. Ол бізде К әрпімен. Келесі 13 қосылған 2, 15. Ол бізде К әрпімен. Келесі 15 қосылған 2 тең 17. Ол бізде Ö әрпімен екен. Ö. Келесі 17 қосылған 2, ол бізде 19 санына тең. Ол бізде К әрпімен екен. 19 санымыз К әрпімен. Келесі 19 қосылған 2, 21. Ол бізде С әрпімен екен. 21-мізді белгілейік С әрпімен. Келесі 21 қосылған 2, 23. Ол бізде Е әрпімен екен. Келесі 23 қосылған 2, 25. Ол бізде Р әрпімен белгіленген екен. Келесі 25 қосылған 2, 27. Яғни ол бізде Е әрпімен. Соңғы 27 қосылған 2, 29. Ол бізде соңғы К әрпімен белгіленген. Демек бізде жаңағы рет-ретмен айтатын болсақ, жауабы ақсерек, көксерек деген ойынымыз шығады екен балалар. Балалар, осымен біздің сабағымыз тәмам. Мен каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды менен көрсеңіздер болады.